Тізе ауруын түсіну маңызды. Себебі бұл кез келген жастағы адамдарда да жиі кездесетін мәселе. Тізе ауруы өмір сапасын айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Сондықтан оның себептерін және емдеу жолдарын білу өте маңызды. Ол жарақат, шамадан тыс жүктеме және артрит сияқты әртүрлі факторлардан туындауы мүмкін. Спортшыларда жарақаттар жиі кездеседі, ал егде жастағы адамдарда артрит жиі кездеседі. Тізе ауруы жеңілден ауырға дейін өзгеруі мүмкін және күнделікті әрекеттеріңізге кедергі келтіруі мүмкін. Мысалы, баспалдақпен көтерілу немесе ұзақ уақыт жүру қиынға соғуы мүмкін. Тізе сүйектерден, шеміршектерден, байламдардан және сіңірлерден тұратын күрделі буын. Сүйектер құрылымды қамтамасыз етеді. Шеміршек сүйектерді жастықтайды, байламдар сүйектерді бір-біріне байланыстырады. Ал сіңірлер бұлшықеттерді сүйектерге бекітеді. Осы құрылымдар